Сәлем оқушылар, рационал көрсеткішті дәреже бүгінгі біздің тақырыбымыз. Осы тақырыпқа бірнеше тапсырмаларды қарастырамыз. Яғни бүгін біз сіздермен дәрежеде рационал сандар қатысқан өрнектерді түрлендіреміз. Рационал сан не екендігін білеміз. Мына дәрежеге назар аударыңыздар. 3-тен 1 деген рационал сан, 4-тен 3, минус 3-тен 1, 3, бұның барлығы рационал сандар. Бұларды ықшамдау үшін дәреженің қасиетін қолданамыз. 27 деген бұл 3-тің кубы. 3-тің 3 дәрежесі көбейту 3-тен 1. Көбейтеміз 81. 81 3-тің 4 дәрежесі. Оны біз көбейтеміз 4-тен 3 дәрежесіне. Көбейту. Дәрежеде теріс сан тұр. 3-тен 1-дің алдында минус таңбасын көріп тұрмын. Бұл минустан құтылу үшін 8-ден 27-ні аударып жазамыз. Яғни 27-ден 8 деп жазып алуымыз керек. Соның 3-тен 1 дәрежесі. Осылай біз минустан құтыла аламыз. Және соңғысы 3-тен 2-нің кубы. Солай қалады. Ары қарай ықшамдаймыз. Мына жерде 3 пен 3 қысқарады. 3-тің өзі ғана қалады. Көбейту 4 пен 4 қысқарып 3-тің 3 дәрежесі қалады. Көбейтеміз. Мына жерде 8 деген бұл 2-нің кубы. 2-нің 3 дәрежесі болып табылады. Ал 27 деген 3-тің 3 дәрежесі. 3-тен 1 және 3-тен 2-нің 3 дәрежесі. Алғашқы екеуі негіздері бірдей, дәрежелері қосылады. 3-тің дәрежесінде 1 бар. 1-ді 3-ке қосамыз. Сонда 3-тің 4 дәрежесі. Көбейту. Мына бөлшекте дәрежелері бірдей болғандықтан ортақ бұл дәрежені сыртқа шығарып жіберуге болады. Яғни 2-ден 3 негізін жазамыз. 3 дәрежесін сыртқа шығарып 3-тен 1-ге көбейтіп жіберейік. 3-тен 2-нің 3 дәрежесі тең 3-тің 4 дәрежесі. Көбейту 3-тен 2, мына 3 пен 3 қысқарады. 3-тен 2-нің өзі қалады. Көбейтеміз 3-тен 2-нің кубы. 3-тен 2, 3-тен 2 негізі бірдей, олардың дәрежелерді қосып жіберуге болады. 3-тің 4 дәрежесі көбейту 3-тен 2-нің 4 дәрежесі. Мына 3-тен 2-нің 1 дәрежесі бар ғой. Бұл екеуі бір-біріне қосылады. Тең 3-тің 4 дәрежесі көбейту 2-нің 4 дәрежесі. Жақшаны ашамыз. 2-нің 4 дәрежесі бөлімінде 3-тің 4 дәрежесі. 3-тің 4 дәрежесі мен 3-тің 4 дәрежесі қысқарып 2-нің 4 дәрежесі қалады. Ал бұл бізде 16-ға тең. Келесі. 4-тің 1,5 дәрежесі. Дәреженің барлығын жай бөлшекке айналдырып алсақ, 1,5 деген бұл 3/2. 3/2 дәрежесі. Азайту 9-дың минус 2-ден 1 дәрежесі. Қосамыз 64-тен 1-дің минус 3-тен 2 дәрежесі. Тең 4 бұл 2-нің квадраты. 2-нің 2 дәрежесі көбейту 2-ден 3. Азайтамыз. Дәрежедегі минустан құтылу үшін 9 деген санымызды 9-дан 1 деп жазып алуымыз керек. 2-ден 1 қосамыз 64-тен 1 дәрежесінде минус болғандықтан бұны біз 1-ден 64 немесе жай ғана 64 деп жазуға болады. 3-тен 2 дәрежесі. Ары қарай біріншісінде 2 мен 2 қысқарады, 2-нің 3 дәрежесі. Азайтамыз. 9-дан 1 бұл 3-тен 1-дің квадраты. 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1-ге тең. Соны көбейтеміз 2-ден 1-ге. Қосамыз 64 деген бұл 4-тің 8-дің квадраты немесе 4-тің кубы. 4-тің 3 дәрежесі 64-ке тең. 3-ті біз көбейтеміз 3-тен 2-ге. Ықшамдайық.
Бірінші 2-нің 3 дәрежесі бұл 8-ге тең болады. Азайтамыз. Мына 2 мен 2 қысқарады. 3-тен 1. Қосамыз. Мына 3 пен 3-ті қысқартамыз. 4-тің 2 дәрежесі. 4-тің 2 дәрежесі 16-ға тең. Алдымен мына оң сандарды қосып жіберейік, бүтін сандарды. 8-ге 16-ны қосамыз. 24. Азайтамыз. 3-тен 1. 24 деген бұл 23 бүтін 3-тен 3. Азайту 3-тен 1. Тең 23 бүтін 3-тен 2. Келесі тапсырма. X әріппен берілген екен. Барлығын бөлшекке айналдырып аламыз. Дәрежесін бөлшек түрінде жазып аламыз. X-тің 3-тен 1 дәрежесі. Көбейту x-тің тоже 3-тен 1 дәрежесі. X-тің минус 4 бөлу 3 дәрежесі. X 3-тен 1 плюс 3-тен 1. Енді астында тұрған өрнектен азайтамыз. Минус бөлі болған үшін азайтамыз. Ал ортада көбейту болғаны үшін біз қосып жатырмыз. Минус 3-тен 4 болады. Так, 3-тен 1-ді 3-тен 1-ге қоссақ 3-тен 2. Минус бізге плюсті береді. Мына 2 минусымыз. Қосамыз 3-тен 4. 3-тен 6. 6 мен 3 қысқарады. X-тің квадраты болады.